Сәлематсыңдар ма оқушылар? Менің каналыма қош келдіңдер. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы негіздік және қышқылдық оксидтердің түзілуі. Негіздік оксид металл оксиді. Мысалға темір оксиді, кальций оксиді, натрий оксиді. Негіз сілті түзуші. Негіздік оксид қосылған су. Мәні бізде негіз шығады. Кальций оксидіне су қостық, кальций гидроксиді. Кальций гидроксиді ерітіндіге лакмус тамызса көгереді. Қышқылдық оксидтер, бейметалл оксидтер. Мысалға хлор оксиді, күкірт оксиді, көмір оксиді, фосфор бесваленті оксиді. Қышқыл түзілуші. Бұл жерде қышқыл оксид су қосылып тұр, мәні қышқыл шығады. Фосфор оксидіне су қостық, фосфор қышқылы шықты. Бұл жерде ерітіндіде лакмус тамызса қызарады. Мінекей балдар, осы тапсырмаларды біз бірге орындадық. Енді келесі тапсырмамыз біліміңді тексер тапсырмалары бойынша жауаптарына қарай қойыңдар. Оксидтер дегеніміз не? Оксидтер қандай түрлерін білесің? Оксидтер екі элементтен тұратын, біреуі оттек болып келетін күрделі зат. Екінші сұрағымыз, кестені дәптерге сызып, оксидтерді сәйкес бағандарға теріп жаз. Бұл жерде өздерің көріп тұрғандай негіздер мен қышқылдарды екі бағанға бөліп жаздық. Үшінші тапсырма, сутек оксиді болып табылады. Судың маңызы туралы әңгіме құрастыр. Әр оқушы бұл жерде балдар өз ойын жазады. Сендердің ойларың өте құнды. Су, ол жер шарының 4/3 бөлігін алады. Тірі ағзалардың 60-70%, ал өсімдіктердің 30% судан тұрады. Су бүкіл тіршілік иелерінің құрамдас бөлігі. Онсыз ешқандай тіршілік атауы болмайды. Мінекей балдар, сусыз біз тіршілік ете алмайды екенбіз. Оны сендер барлық пәннен оқып жатсыңдар, химияны оқымасаңдар да, күнделікті біз өмірде судың маңызы өте зор екенін білеміз. Мінекей балдар, бүгінгі тапсырмамыз осымен аяқталды. Қош сау болыңыздар.